Мен солардың тезірек босатып беруін келуіне көмектесуге. 2 жыл болды салғалы. Соны大概的估计是50万哈萨克人，就是出生在中国新疆，然后移民到哈萨克斯坦的，包括已经获得哈萨克斯坦公民证的，还有没有获得哈萨克斯坦公民证的人。而这50万哈萨克人，他们每一个家庭几乎都有家庭成员被关到新疆的政治学习集中营，等于说，家破人亡，妻离子散。要求我们帮忙的人大概已经超过了3万人，可是他们当中好多人都是他们不愿意露面，因为他们虽然生活在哈萨克斯坦，他们还是在心中保留着对中国共产党的恐惧。Сенің ол жерде мындай болады екен. Сені бір адам сатып жібереді екен, бәленбай ақшаға. Жаңағы, мысалы сен 1 жылға дейін жатқанына келсем деп жаңағы, одан кейін барып, жаңағы шыққаннан кейін бұл жердегі ешқандай істі, бір ауыз сөзді бір адамға айтпайсың деді да. Ішінде болған жағдайды сен ешкі бір адамға өзіңнің, мысалы өзіңнің балаң болсын, күйеуің болсын дейді да, әке шешең болсын. Шықтықта егер де сен оны бір адамға айтсаң, сен заңдық жауапкершілік арқалайсың. Жасасам да мен бір тек заңсыз іс-әрекет істеп бақтаппын күні бүгінге дейін. Бірақ мен апарып қолыма кісенсап рухани жақтан бір дәретке бару үшін бағау десем, я баламды көремасам, я еркіндік боламасам, мен қиналдым, азаптандым, ауырдым, өкілді де салды, мен не өкіл екенін білмеймін әзір. An estimated 1 million Muslims are being held in the re-education camps in Xinjiang, including many friends and relatives of ethnic Kazakhs here in Almaty, Kazakhstan, which shares a border with China. Stay with us tonight at 10 p.m. in our Facebook page to find out what's happening inside China's re-education camps.